жетістік. Республикалық физика-математика мектебі 1968 жылы нөмірі 56 мектеп негізінде мектеп-интернат ретінде ашылды. 1972 жылы Республикалық физика-математика мектебі ретінде қайта құрылды. 1981 жылы дәл осы оқу орнында математикадан 15-ші бүкіл одақтық олимпиада өтті. Мектепке ғалым физика-математика ғылымдарының докторы профессор Орынбек Жәутіковтың есімі 1990 жылы берілді. Аталмыш мектепті тәмамдағандар да осал болмады. 1999 жылы қоғамдық республикалық физика-математика мектебінің түлектер қоры құрылды. Мектеп қабырғасында 2005 жылы Жәутіков атындағы бірінші халықаралық олимпиада тұңғыш рет өтті. Алматыдағы жемісті еңбектерден кейін 2016 жылы бас қалада мектептің филиалы ашылды. Оқу ордасын дамыту мақсатында Физмат Эндаумент Фаунд эндаументтік қоры құрылды. Өмір бойы Физматпен. Это движение, но это мощь в первую очередь. Бір үлкен өзен деп айтуға болады. Дух такой прям витает в воздухе. Это в первую очередь семья, традиции. Самая лучшая школа. Бір-біріне көмектесу деген нәрсе. Физмат, шабыт көзі. Мектепті 12 мыңнан астам түлек тәмамдаса, қазір 3 мыңнан астам оқушы білім ала. Мұнда 82 педагог шебер, 68 педагог зерттеуші, 24 педагог сарапшы, 29 педагог модератор қызмет етеді. Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасының үздік олимпиадашылар мектебі атанса, Астана қаласындағы Республикалық физика-математикалық мектебі 5 үздік олимпиадашылар мектебі қатарында. Мектеп бітірушілердің қатарында 890 алтын белгі иегері бар. Ал 5 мыңнан астамы алыс жақын шет елдерде жоғары оқу орындарында білім ала. Бүгінде мектепте 44-тен астам оқушы клубы мен үйірмесі, 20-дан астам спорт секциясы бар. 2022 жылғы түлектер иеленген гранттардың жалпы сомасы 6,5 миллион ақш долларын құрайды. Физмат 50 жыл уақытпен дәлелденді. Армысыздар, ханымдар мен мырзалар, қадірлі қонақтар. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Атаңызға айналған білім ордасы Республикалық физика-математика мектебінің 50 жылдығына арналған мерекелік шараға қош келдіңіздер! 50 лет, ровно полвека. Сколько дат и событий в жизни школы минуло за это время. Но главное остается неизменным. Это дух школы, особенный и по-семейному теплый. Сондықтан да бүгінгі мерейтой жай ғана іс-шара емес. Бұл бірін-бірі сағынған достардың, замандастардың, мұғалімдердің, сынып жетекшілерінің, ұстаздардың кездесуі. Мы гордимся успехами и достижениями школы. Выпускники Физмата внесли и продолжают вносить свой достойный вклад в развитие науки, образования, культуры и экономики. По количеству известных ученых, бизнесменов и государственных деятелей школе нет равных в Казахстане. Мектеп оқушылары математика, физика және бағдарламалаудан республикалық және халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлер саны бойынша Қазақстанда еш күмәнсіз көшбасшы болып табылады. Мектеп түлектері үздік отандық және шетелдік оқу орындарына түседі. В свой юбилей Республиканская физико-математическая школа получила множество поздравительных адресов. Ендеше атап өтуге рұқсат етіңіздер. Мектепке құттықтау хаттарын
Қазақстан Республикасының премьер-министрі Смайылов Алихан Асханұлы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Қошанов Ерлан Жақанұлы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қарин Ерлан Тыныбайұлы, Қазақстан Республикасының вице-премьер-министрі Жамаубаев Ерлан Кенжебекұлы, Астана қаласының әкімі Көлгінов Алтай Сейдірұлы, Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Асқарұлы Құлбаев жолдады. Мереке құтты болсын! Успехи школы – это не только следствие большого труда учителей, родителей и учеников, это неоценимая поддержка со стороны выпускников, попечителей школы, всей душой болеющих за свой альма-матер, которые содействуют становлению РФМШ школой мирового уровня. Ендеше қымбатты ханымдар мен мырзалар, достар, сахнаға сіздердің қошеметтеріңізбен біз залда отырған Республикалық физика-математика мектебі коммерциялық емес акционерлік қоғамның қамқоршылық кеңесінің барлық мүшелерін шақырамыз. Қамқоршылық кеңесінің төрағасы 1987 жылғы мектеп түлегі Досаев Ерболат Асқарбекұлы. Выпускник 1987 года Каниев Берег Сералиевич. Выпускник 1988 года Султанов Бахат Турлуханович. Выпускник 1986 года Абулгазин Данияр Рустемович. Ваши аплодисменты. Выпускник 1979 года Наурызбаев Мақсат Сабырович. Выпускник 1980 года Абдрахманов Мурат Алмаспекович. Выпускник 1984 года Аксамбиев Талгат Абдыкаимович. Выпускник 1984 года Бисембаев Бауржан Булибаевич. Выпускник 1988 года Саргабаев Азамат Маратович. Выпускник 1987 года Жанабеков Нуржан Кумысхалиевич. Оспанов Бахат Насрединович. Қошеметтеріңіз. Құрмет қошеметтеріңіз, тағы да бүгінгі шара мереке құтты болсын. Қымбатты ханымдар мен мырзалар, сөз Қамқоршылық кеңесінің төрағасы Досаев Ерболат Асқарбекұлына беріледі. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, қадірлі ұстаздар, мектептің түлектері мен Республикалық физика-математика мектебінің оқушылары. Сіздерді сүйікті мектебіміздің айтылу күнімен шын жүректен құттықтаймын. Білім ордасының жаңарты ғасырлық мерейтойы біздің мектептің бітіргенімізге 35 жылдығымен тұспа тұс келді. Өткенге үңілсем, мектепте өткен жылдарымды ерекше жылулықпен, ризашылықпен еске атамын. Мектеп қабырғасында достық, өзара құрмет, үнемі жаңа білімге сынды құндылықтарда салтанат құрды, ігі дәстүр әлі күнге жалғасып келеді. Дорогие учителя, выпускники, нынешние ученики РФМШ, за прошедшие полвека РФМШ заслуженно стал одним из самых узнаваемых брендов нашей страны, эталоном высокого качества в условиях высочайшей конкуренции в сфере образования. Как подтверждение, многие наши выпускники сегодня добились значимых успехов в науке, культуре, бизнесе, достигли высот на государственной службе и проявили себя во многих других сферах. РФМШ широко известно как учебное заведение с глубокими академическими традициями. Всегда высшим приоритетом для нее является именно качество знаний ее учеников, их постоянное стремление к развитию и прогрессу. РФМШ бүгінде дамудың даңғыл жолын түскен мектеп ең озық білім беру технологияларын, оқытудың үздік инновациялық әдістерін кеңінен қолданады. Соның арқасында түлектер үнемі бәсекеге қабілетті әрі сұранысқа ие. Я хочу сказать, что наша альма-матер есть и будет нашим маяком, который позволил каждому из нас найти свой путь жизни и воплотить свои мечты в реальность. Хочу от всей души пожелать выпускникам и будущим выпускникам быть достойным звания выпускника РФМШ, гордо нести это высокое звание через всю свою жизнь, беречь себе этот уникальный дух
И я думаю, что у нас будет много еще впереди побед. 50 лет это оценивается по-разному. Много ли, мало. И здесь, в этом зале, собралась малая толика наших выпускников, которые бы хотели бы к нам присоединиться и поделиться с этой радостью. У физмата были и взлеты, и падения. И я хочу сегодня воспользоваться возможностью, особенно когда нашей школе было тяжело, один из ее выпускников, которого сегодня с нами нет, предложил идею создания фонда выпускников РФМШ. Это был Нурлан Джамбулович Капаров, с которого все и началось, вот то, что мы здесь делаем. После его ухода, эту высокую эстафету и, наверное, все, что происходит сегодня с изменениями в школе, я, честно говоря, связано, в первую очередь, с Бериком Конеевым. Берик Сергеевич Конеев, как и председатель совета директоров нашей школы, который вносит каждый день свой большой вклад. И я думаю, что у нас будет возможность еще раз услышать от него о наших планах на будущее. Я сегодня просто гость, один из учеников, не должен сидеть вот в первом ряду, может быть, есть более достойные люди. Но хотел бы, как аким города, тоже сделать свой подарок. Сейчас вот на фотографии были наши старые корпуса, которые выходят на Бухару-Жирау, раньше говорили на Ботанический бульвар. В 2023 году мы занимаемся сейчас реновацией и модернизацией нашей школы под сейсмоусиление. Поэтому старый наш корпус город заберет. Я надеюсь, что в 2024 году мы вернем его в новом виде. Будет у нас новая школа. Это малая толика, то, что мы можем сделать все, стоящие здесь на сцене. Я думаю, что нас внутри, наверное, накрывает невероятная гордость за то, что мы имеем честь быть частью этого большого явления в нашей стране, которое называется РФМШ. Еще раз благодарю вас. Рахмет. Добрый вечер, дорогие наши учителя, выпускники. Хорошо, что, говорю, сегодня 50 лет проводим, мы Акима пригласили, хоть теперь новая школа у нас будет у всех. Құрметті мұғалімдер, құрметті түлектер, баршаңызды біздер попечительский совет атынан баршаңызды бүгін үлкен осындай мерейтоймен шын жүрекпен құттықтаймын. Баршамызға зор денсаулық, әрдайым әрқашан осы мектебіміз өркендей берсін. Мектебімізге ақ жол, балдарымыз үлкен дәрежеге жетіп, түбінде үлкен еліміздің азаматы болып, соған бәріміз жұмыс жасап жатырмыз қазір. Сол тек қана ақ жол тілеймін. Алға физмат. На самом деле, если говорить об истории физмата, сегодня очень волнительный день, потому что все-таки 50 лет нашей легендарной школе. И вот мы когда сейчас в фойе стояли, наверное, одна из немногих школ, которая может собрать Дворец Республики. Потому что у нас такие учителя, такие ученики. И я вот от всей души хочу в первую очередь поблагодарить всех наших учителей, ветеранов, которые, не покладая рук, вкладывали в нас большое образование, большое воспитание. Сейчас вспоминаем нашего легендарного директора Александра Васильевича Чернобая, который каждое утро встречал нас у дверей школы. И если он в какое-то утро не выходил, у него был там день отдыха, то мы как-то не то было в школе, да, и вот мы все это проникали, все это несли через себя. Вот мы в физмат-школе поняли, что единица это на самом деле тоже оценка. Да, когда получали по физике от Василия Егоровича Шуваева. Я вот получил 2 по литературе как-то и с карандашом, благодаря Елене Аркадьевне Агушевич, подчеркивал, где там причастные, где депричастные обороты, допустим. Да. А когда была, допустим, сильная жара, то мы, как будто это было какой-то холод, допустим, 30 градусов, мы с дрожью стояли у кабинета Валентины Афанасьевны Братковой. Все это мы помним, да, и классно, что у нас есть такая школа, которая заложила в нас большие стандарты, большие
требования, но в то же время такую доброту, когда мы выпускались, это было самые запоминающиеся моменты, наверное, в нашей школе. Хочется пожелать вот такой преемственности, хочется пожелать, чтобы все наши выпускники как-то объединились вокруг школы. Для школы мы еще можем сделать очень многое, и миссионная наша задача, наверное, сделать для детей Казахстана очень много добрых и хороших дел. Алга, Казахстан, пускай физико-математическая школа наша процветает, нашему большому кораблю большое плавание, у нас есть большое-большое прошлое, хорошее, настоящее. Я хочу пожелать еще большего будущего. Давайте за физмат-школу, за всех наших учителей. Спасибо большое. Рахмет. Құрметті ұстаздар, ветерандар, құрметті достар, дорогие друзья, однокашники, одноклассники. Я на самом деле очень взволнован тоже и горжусь одновременно находиться на этой сцене. И жаңа біз осы бейне материалдарды қарап отырғанда бір жақсы ойым келіп еді. Қанша мен өмір баянымды артқа былай қарап ойласам, өмір бақи мен ойлап жүрген физмат бұл менің іс-қимылым, басқа елдермен, шындармен жүздесіп жүрген кезде ойым бір физмат бұл өмір салтым деп. Бірақ сегодня вот хороший был лозунг. Он умер салтами, он умер екен. Действительно, физмат — это твоя жизнь, потому что этот дух, который заряжает, который дает, он будет сопровождать тебя всю свою жизнь. И я сегодня, пользуясь случаем, хотел бы обратиться и к молодым поколениям, которые сегодня учатся, которые еще поступят и которые еще думают только поступить в физмат. Закончив физмат, ты уже обречен. Во-первых, ты уже обречен на успех. Во-вторых, ты уже обречен на известность, потому что вот эта огромная семья, огромнейшая семья физматовцев, их семьи, их родственники будут знать тебя так или иначе и всегда будут помнить, поддерживать. В-третьих, ты вот эти два правила, конечно, будут действовать, если ты дурью не маешься, ну и немножко будешь скромный, например, как я. Всех поздравляю с сегодняшним праздником. Спасибо большое за ваши поздравления. Добрый вечер. Я кратко скажу. Я в первую очередь хочу сказать спасибо большое нашим учителям. На самом деле школа, она дала нам такие основательные знания, которые позволили потом дальше двигаться по жизни и воспитали и силу воли, и преодолевали мы трудности, и подружились с друзьями, с которыми идешь всю оставшуюся жизнь. Поэтому это все благодаря учителям. Продолжать традиции легендарного РФМШ. Это была, есть и будет лучшей школой в Казахстане, несмотря на то, что открывается очень много новых коммерческих школ разных. И успехов вам в будущем. Пройти всю жизнь достойно выпускника РФМШ. Спасибо. Аса қадірлі ұстаздар, ветерандар. Бүгін енді бәріміз 50 жылдан кейін мына жерде тұрған, залда отырған оқушылар, тұлғалардың атынан сіздердің алдыңыздан бас иеміз. Бізде енді дайындаған біздің мына жерде сыйлықтарымыз бар. Рұқсат берсеңіздер, біз осы жерден кетпей, осы жерден тұрып, залдан дайындаған біздің спискіміз бар. Солардың бәрін шақырып, мына жерге біз марапаттайық. Көп-көп рахмет. Баракелда. Ну что ж, уважаемые попечители, спасибо вам большое за ваши добрые и теплые пожелания. Прямо сейчас мы с большим удовольствием хотим пригласить на сцену людей, стоявших у истоков создания и становления школы. Это наши дорогие ветераны и директора школ, которые в разные годы внесли свой неоценимый вклад в ее развитие. Но мы, конечно, давайте поаплодируем, когда ветераны и директора школы будут подниматься на сцену. Сабурова Гульшарбан Камулбаевна. Панфилова Валентина Николаевна. Биадилова Талия Тотаевна. Рахманова Несипжан Лухманқызы. Ешимханова Сауле Сагимбаевна. Ибраева Галия Нурхасенқызы. Қарсыбаева Рабиға Смагуловна. Макишев Хайрош Бексиитович. Шиков Виктор Михайлович.
Бектасова Қалдыгүл Тасеновна, Қажыкенова Айнагүл Сапаевна, Меркебаева Айгүл Шушановна, Даубаева Гүлзада Орманбаевна, Шералиева Күлімхан Соңқаровна, Курмантаева Гүлсара Асқарбаевна, Пухамбаева Халима Убажановна, Досболатова Олбосын Досболатовна, Абдешева Сабира Шырынбековна, Алмабаева Ардақ Касьяновна, Амамбаева Батима Тлеугожаевна, Агушевич Елена Аркадьевна, Смагулов Бахат Турабаевна, Нурсиетова Райхан Нурмашевна, Татьянов Адамбек Махсутович, Қалдыбаева Галия Шарафиқыза, Ельфимова Галина Владимировна, Зелямова Валентина Георгиевна, Укасова Нургайша, Трибунская Илия Петровна. Мінекей, мектептің ардагерлері, мектеп директорлары, дәл қазір сахна төрінде бүгінгі 50 жылдық мерейтойы құтты болсын. Шын жүректен барлеріңізді құттықтаймыз. Мына гүл шоқтары және сыйлықтары өздеріңізге арналады. Әрқашан аман болыңыздар. Қамқорлық кеңестің атынан осы уақытқа дейін мектепті басқарған, мектепке адал қызмет жасаған ардагерлерімізге арнайы төс белгілері мен сыйлықтар. Құрмет қошеметтеріңіз! Жасасын РФМШ! Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Мы ценим и помним каждого из вас. И в благодарность за ваш труд и в память о 50-летии физмата школа награждает вас юбилейными медалями. Ұстаз деген ұлы тұлға. Ұстаздың арқасында ұрпақ өседі, ел жаңарады, ел жасарады. Осындай ұстаздарды дәріптеген қамқорлық кеңеске үлкен алғыс айтамыз. Тағы да жарты ғасырлық 50 жылдық мерейтой құтты болсын, жасасын РФМШ! Қымбатты ардагерлер, ұстаздар, баршаларыңызға шексіз алғысымызды білдіреміз. Ал енді рұқсат болса сөз кезегін 2003-2015 жылдар аралығында мектеп ұжымын басқарған директор, білім беру ісінің үздігі, еңбек сіңірген мұғалім Қайрауш Бексейітұлы Мақышевқа беріледі. Құрметті қауым, барлықтарыңызды бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Наша школа за последние 50 лет стала брендом среднего образования Казахстана. Это в первую очередь благодаря нашим учителям. Давайте выразим благодарность нашим педагогам разных лет. Историю нашей школы условно можно разделить на 3 периода. Первый период – это советские годы, это примерно 20 лет. Наши выпускники побеждали на олимпиадах всесоюзных, сотнями поступали лучшие, точнее, так называлось, центральные высшие учебные заведения Советского Союза. И сейчас они успешны, работают не только в Казахстане, во всем мире. Сегодня мы видим очень много здесь приехавших наших выпускников старшего поколения. Вы в мире не найдете школу, как РФМШ. Выпускники, которые так плотно представлены в бизнесе, в государственном управлении и в науке. Давайте поаплодируем подвиг старшего поколения наших выпускников. И новые поколения начали покорять лучшие университеты мира. Массачусетский технологический институт. 7 за последние годы поступили. Это мало или много? Я думаю, это достойно лучших школ мира. Наши выпускники представлены также в Гарварде, Пенсильванском, Колумбийском, Ельском университете, Оксфорд, Кембридж. Ну, в общем, здесь перечислять я не буду. Их больше 1000, которые поступили за последние 2 десятилетия. Из них 500, сейчас даже больше, работают в лучших компаниях в 30 странах мира. Только в Силиконовой долине их больше 20. Они инженеры, софт-инженеры или даже венчурные инвесторы. Так что молодое поколение, вам надо равняться на старшее поколение выпускников.
И ответственность за 75-летие лежит на вас. Так что догоняйте, успехов вам. Уважаемые, я хочу сказать, наша школа 2005 года проводит уникальную олимпиаду, Международную журналистскую олимпиаду по 3 дисциплинам: математика, физика, информатика. Я скажу вам, я знаю, никакая школа в мире такую олимпиаду не имеет. Также 5 лет назад, как было сказано, был создан эндаумент фонд. Такой могут позволить только лучшие элитные школы Америки, как Экзетер, например. Так что РФМШ – это феномен. Уважаемые, тогда сөзім соңында мектебіміз ары қарай дами берсін, өсе берсін, барлықтарыңызға денсаулық және табыс тілеймін. Рахмет. Бәрекелді. Көп рахмет. Среди наших уважаемых ветеранов есть гость, который приехал к нам издалека, из города Санкт-Петербург, для того, чтобы разделить радость с дорогим сердцу физматом. И с большим почтением прямо сейчас предоставляем слово ветерану Виктору Михайловичу Шикову. Я очень волнуюсь в этот торжественный для всей нашей школы день. Я не занимал РФМШ больших должностей, административных должностей. Я был простым, как говорят, советским учителем истории. И, конечно, мой скромный труд также есть в душах наших выпускников. Я горжусь тем, что именно среди них есть действительно люди, которые прославили нашу республику, нашу школу РФМШ. И в этот торжественный день я хочу именно поздравить всех наших выпускников школы. Ну и в заключение хочу сказать: Майрам Кутты Балсын. Спасибо огромное, рахмет. Ал енді сөз физмат ардагер еңбек сіңірген мұғалім білім беру ісінің үздігі, көптеген марапаттардың лауреаты Гүлшарбан Камылбай қызы Сабуроваға беріледі. Құрметті қонақтар, қымбатты менің жас достарым, сүйікті мектеп бітіріп кеткен оқушыларымыз. Әріптестерім, бүгін біз үшін қазақта айтады, ақ түйенің қарны жарылған күн. Сол күн құтты болсын. Жарты ғасыр уақытта көріп отырсыздар, біз қандай көп ерекшеліктерге, жаңалықтарға, табыстарға жетіп отырмыз. Бар жағынан да біз егердік. Ғылым саласын айтатын болсам, қалай мен Асқар Жұмаділдаевты айтпаймын. Доктор, математика ғылымдарының доктор, академик. Асқар, айналайын үлкен рахмет, мектепті прославляет Асқар Жұмаділдаев. Как не говорить о нашем попечительском совете, о наших выпускниках? Это пример достойного подражания молодежи, наших выпускников. Вот с кого надо брать пример, ребята. Посмотрите, какие они патриоты своей школы, своей родины. Я хочу, чтобы вы продолжали, дорогие мои выпускники, наши выпускники. Не только, как вы видите, здесь стоят поколения 80-х, 90-х годов. Я хочу, чтобы молодежь, выпускники школы взяли пример и присоединились к нашему попечительскому совету. Конечно, я здесь особо хочу подчеркнуть роль председателя совета директоров Берика Сиралиевича Каниева, который действительно сам воспитывался в семье педагогов. Как можно не говорить сегодня о Сиралы Каниеве, который всегда поддерживал нас на олимпиадах? Ну как я могу не говорить Яндекс, нашего Аркадия Волоша и Илью Сигаловича? Это все наши выпускники, ребята. Құрметті оқушылар, көріп отырсыңдар, қандай жетістікке біз жетіп отырмыз. Осының бәрі ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген біздің атақты ұстаздардың арқасы. Не тілеймін жандарым сіздерге, құрметті ұстаздар? Сіздердің алдарыңызда әрқашанда жаңа проекттер, қосымша новые исследования, новые проекты, победители международных олимпиад. Все это из нашей школы. Новых побед я желаю, достижений. И как не скажу я, Ерболат Аскарбекович, большому кораблю большое плавание, весь город смотрит, все население города на вас. Я всегда горжусь вами, всегда находите время вести переговоры с жителями со всех районов. Вы не стесняетесь, идете пешком, шагаете. Я желаю ему успехов дальнейших, чтобы наш город, наш
любимый Алмата, дальше ваш любимый родной город, где вы родились, чтобы он сверкал, блестел. Дальше, знаете, мы чтобы всегда говорили, это наш выпускник физмат-школы. Поддерживаю я вас всегда, горжусь с вами. Қазақта айтады екен ғой. Баласы бәйгеге қосса, анасы тақымын қысып отырады екен. Сол аналардың бірі біз боламыз, жандарым. Аман болыңдар. Ақ жол сендерге. Физмат-школа, бренд образования. Тек қана алға. Басқа сөзім жоқ, жаным. Мереке құтты болсын. Аман болыңыздар. Мен жаңа сіздерді көргенде көзіме жас алып, я так волновалась. Көзімнен қалай жасаққанын білмедім, жандарым. Қандай ыстықсыңдар. Мен 24 жасымда осы физмат-школаға келдім. Міне, өмірім биыл 50 жыл мен педагогика саласында ұстаз екенмін. Соның барлығы сіздермен бірге куә. Мен әрқашанда мақтанамын. Мен қуанамын, бақытты жанмын сіздермен осы өмірімді арнағам. Аман болыңдар, алтындарым. Әрқашанда я желаю мира и покоя нашей большой республике Казахстан. В каждом доме у вас. Аман болыңыздар, айран ұйтқандай, осы керме жұмыртқаның бір жұмыртқадай болып, бәріміз бір құшақта жаңа Қазақстан орнатуға белсенді кірісейік. Үлкен рахмет. Рахмет сізге, баршаларыңызға рахмет. Дәл қазір енді шынымен де сыйлықтар барлығы таусылмайды. Жаңа ғимарат орнатылады, соған ремонт жасалады. Енді қамқорлық кеңестің атынан мектепке арнайы автобустар табыс етіледі. Ерболат Асқарбекұлы, өзіңіз айтсаңыз. Бүгін совет мүшелері жиналып, бізде ойлаған тұрмыз. Алматыда қазір мектеп автобус проектін бастайын деп отырмыз, бірақ енді осы бүгіннен бастап, осы біздің РФМШ-дан бастаймыз. Мына жерде бізге арнайы 2 мектепке 2 автобус. Біреу Астанада, мынау біреу Алматыда. Құтты болсын. Құтты болсын. Баршаларыңызға шынымен де шексіз алғыс айтамыз. Тағы да мереке құтты болсын, РФМШ! Мына қошаметтің барлығы, құрметті ардагерлер, құрметті ұстаздар, барлығы сіздерге арналады. Мұғалім мектептің жүрегі дейді. Шын мәнінде де мектептің жүрегі сіздер аман болыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Еще раз спасибо большое за ваши теплые слова. И в свой 50-летний юбилей школа приготовила подарки для всех. И прямо сейчас мы хотели бы вручить памятные подарки членам попечительского совета. Конечно, под ваши бурные аплодисменты. Қамқорлық кеңес мүшелеріне мектептің атынан осындай қамқорлықтарыңыз үшін қанша биіктесеңіздер де, қалықтасаңыздар да, ұшқан ұяларыңызды, мектептеріңізді ұмытпай, қашанда көз қырларыңызды салып, мектепке қамқорлық жасап жүрген сіздерге мына отырған барша түлектердің атынан шексіз алғысымызды білдіреміз. Спасибо большое. Ну что ж, и, конечно, памятная фотография, потому что сегодня поистине исторический день, и он должен остаться в памяти на долгие-долгие годы. Құрмет қошеметіңіз, қымбатты достар, қадірлі түлектер, ұстаздар, қонақтар. Қамқорлық кеңес қашанғы бере. Бүгін біз де берейік деп шапалақ ұрыңыздар бұл кісілерге. Рахмет айтыңыздар. Шынымен де қамқорлық жасап жүргендер үшін. Ну что ж, я даже не представляю, как это возможно вместить в одну фотографию, но тем не менее, я думаю, что фотографы наши постараются и обязательно сделают потрясающую такую вот общую коллективную фотографию. Бері ортаға жақында барлықтарыңыз тұра қалсаңыздар, ардагерлеріміз алдында қамқорлық кеңес мүшелері әрине қашанда артында қорған болып тұрады. Дәл осында керемет естелік фото. Мереке құтты болсын! Жасасын РФМШ! 50 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын! Қымбатты достар, қадірлі ханымдар мен мырзалар, мектептің мерейтойы бұл сөзсіз жылы естеліктер мен сағынышқа толы мереке.
Дәл қазір қымбатты достар, партада отырған шақты қайта еске салатын, жан жадырататын естеліктерге шомуды ұсынамыз. Саяхат жасайық. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының жетекші солисі Зарина Алтынбаева. Қарсы алыңыздар. Разрешите для вас мы споем школьный вальс. Пусть звонок прозвенит, раз, два, три закрушит. Годы быстро летят, не узнать ребят и девчат. И другая детвора на контрольную с утра. Физика, математика, за окном весна и романтика. Закружила нас жизнь и суета, разлетелись мы кто куда. Физика, математика, за окном весна и романтика. Сердце здесь моя душа, моя школа РФМШ. Пришел, кто забыл, кто-то раньше дружил, как всегда, опоздал или просто не знал. Пригласил танцевать, будем вместе вспоминать, и как раньше вдвоем о своем, о своем, о своем. Математика, за окном весна и романтика. Закружила нас жизнь и суета, разлетелись мы кто куда. Физика, математика, за окном весна и романтика. Сердце здесь моя душа, моя школа РФМШ. А за окнами дождь и снегопад, много лет назад. Физика, математика, за окном весна и романтика. Сердце здесь моя душа, моя школа РФМШ. Сердце здесь моя душа, моя школа РФМШ. Моя школа РФМШ. Зарина Алтынбаева және Виват шоу балеті. Құрметті достар, енді мерекенің құрметті қонағы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту вице-министрі Ғани Бектайұлы Бесенбаевты сахна төріне шақырамыз. Қадірлі қауым, 50 жыл бойы шәкірттерін тұмсықтыға шоқтыртпай, қанаттыға қақтыртпай, мәпелеп өсіріп, білім нәрін сусындатқан мынау киелі қара шаңырақтың жарты ғасырлық мерейтойы құтты болсын дегім келеді. Бүгін өздеріңізге оқу-ағарту министрі Аймағамбетовтің ыстық ықыласты тілекке толы құттықтауын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті Республикалық физика-математика мектебінің ұжымы талай шәкірттердің зейінін ашып, үлкен өмірге жолдама берген
киелі білім ордасы республикалық физика-математика мектебінің басшылығы және мектеп ұжымын 50 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Мақсаты елдің зияткерлік элитасын қалыптастыруға бағытталған оқу орны еліміздің дамуына үлес қосып, ұлттық құндылығымызды сақтаған дара тұлға перзенттерді және тұғыр биік туымызды берік ұстап жүрген абыройлы түлектерді даярлаған киелі мектеп. Тамыры терең тарихы кемел осы білім мекемесінің түлектері бүгінгі күні білімнің, ғылымның, мәдениеттің дамуына және еліміздің қоғамдық саяси өміріне үлес қосып келе жатқан көрнекті ғалымдар, мемлекеттік басқару саласының мамандары, бизнес өкілдері, халықаралық қатынастар саласы бойынша білікті мамандар. Қоғамымыздың әртүрлі саласында абыройлы қызмет атқарып, еліміздің өсіп өркендеуіне зор үлесін қосып жүрген әрбір азаматтың жетістігі осы білім ордасында қызмет етіп жатқан ұлағатты ұстаздың еңбегімен бағаланады деп білемін. Шәкіртіңнің жүрегіне жол тауып, жаңа өмірге бағыт берген, бала жүрегінде тұлғалық табиғатын мәңгі қалдыратын мектеп басшылығы мен ұстаздарға зор алғысымды білдіре отырып, бүгінгі мерейтойда сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс, ұрпаққа ұлағатты тәрбие беру жолында сәттілік тілеймін. Құрметпен Қазақстан Республикасының оқу арту министрі Асхат Аймағамбетов. Рахмет. Көп рахмет, құрметті Ғани Бектайұлы. Дәл қазір республикалық физика-математика мектебінің мұғалімдеріне мемлекеттік марапаттарды табыстауыңызды сұраймыз. Алғашқы марапаттар білім беру саласының ардагерлеріне табысталынады. Еңбек ардагері медалімен Бейсенбаева Олмекен Зайнулла қызы марапатталады. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Құрметпен ортаға шақырамыз. Еңбек ардагері медаліңіз құтты болсын. Еңбек ардагері медалімен Жамишева Сәуле Әбдіраш қызы марапатталады. Сызу пәнінің мұғалімі. Құттықтаймыз. Ну что ж, а мы переходим к следующей награде. Это нагрудный знак Ыбырай Алтынсарин. Для получения награды на сцену приглашаются Шинасилова Сауле Сыздыковна, учитель математики. Проходите, пожалуйста, к нам. Поздравляем вас от всей души. Нагрудным знаком Ыбырай Алтынсарин награждается Джумадулаева Улдарай Сиралиевна, учитель информатики. Примите, пожалуйста, наши искренние поздравления. Қазақстан Республикасының білім беруісінің қызы құрметті қызметкері төсбелгісімен марапаттау үшін сахнаға келесі мұғалімдерді шақырамыз. Омарова Гүлжан Сман қызы, математика пәнінің мұғалімі. Омарова Шакизат Султановна, математика пәнінің мұғалімі. Ахмет Бекова Айжан Каналбай қызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қазақстан Республикасының білім беруісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен Мұсатай Санат Сағатұлы марапатталады, физика пәнінің мұғалімі. Дәл осындай марапатпен Әбдірақбаева Майра Жапарқұлқызы марапатталады, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Бақтуразова Эльмира Жұматай қызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі марапатталады. Марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ғани Бектайұлы.
Өзіңізге шексіз алғысымызды білдіреміз, және де осындай марапаттан кейін марапат иелерімен естелік фото жазсақ деген ұсыныс. Тағда құтты болсын, жеңістеріңіз, жемістеріңіз. Осындай күндер көп болғай. Памятная фотография в сегодняшнем дне. Еще раз поздравляем вас. Спасибо большое за ваш нелегкий труд. В 70-е годы создавались два великих коллектива. Ансамбль «Дос Мухасан» и Республиканская физико-математическая школа. Их объединяет дух времени, и время над ними не властно. Встречайте вокально-инструментальный ансамбль Республиканской физико-математической школы и легендарный ансамбль «Дос Мухасан». Қарсы алыңыздар. Жігітпіз күніміз төбемізде тұр әлі, сол кешегі еркек қыздар енді бізді оғады. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүрегімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Жақсы жармыз онағыз, қонақ келсе үйімізге бірге қонақ боламыз. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Кезіміз ғой сермейтін, біздер түрлі жұмыстар бар, әйел біле бермейтін. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Жағдайымыз жақсы Қайырлы кеш, қымбатты Жәутіков атындағы атақты физика-математикалық мектептің шәкірттері және мұғалімдері, келген қонақтар. Біз өте қуаныштымыз осындай үлкен мейрамға сіздермен бірге қатысып отырғанымызға, және осы физматтың 50 жылдық мерейтойы құтты болсын ағайын.
Аты аңызға айналған Дос Мұқасан тобы, Вия РФМШ және Виват шоу балеті. 50 жыл бұрын ашылған РФМШ-ның деңгейін қайдан білуге болады? Әрине, ол толған зал осы біздің қонақтарымыз. Мынау керемет концерт жүріп жатқаны, және де біздің ұстаздарымыз, ардагерлеріміздің келуі, қала әкімі Ерболат Асқарбекұлының осында болуы, ол үлкен деңгей. Тағы да бір деңгей. Өнер академиясының ректор жүргізіп тұр, ол да деңгей. Мен ойлаймын, осылай өсе берсеңіздер, 100 жылдығында президент жүргізетін сияқты сіздердің кештеріңізде. Соған жетіңіздер. Мен ойлаймын, дәл қазір осы 50 жылдық мерейтойда тілек айтатын, өзінің жалынды сәлемін жеткізетін жандар өте жеткілікті. Дамы и господа, приглашаем на сцену близкого друга физмата, ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби, в стенах которого обучается наибольшее количество выпускников школы, Жансейта Қансейітовича Түймебаева. Біз сондай-ақ сахна төріне Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы басқарма төрайымы Күләш Ноғатайқызы Шамшидинованы шақырамыз. На сцену приглашается первый выпускник академик, легенда казахстанской науки, известный математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Асхар Серкулович Жматдаев. Встречайте. Сөзді бірінші беремін деп сыйладым. Сөзден өзіңіз қаштыңыздар. Қазақстанда 7,5 мың мектеп бар екен. Екі жерде 2-4 дегенді мойындайтын 6 ғылым бар екен. Сол ғылым бойынша бүкіл дүниежүзілік олимпиадалар өтеді. Сонда Қазақстанның шығатын жеңімпаздардың 80% 3 мектептен шығады екен. Біреуі Назарбаев зияткерлік мектебі, біреуі қазақ-түрік лицейлері, және солардың ағасы. Физмат мектебі. Мойындайсыздар ма? Ойна. Өйткені бұл кісілерде екі жердегі 2-4 дегенді мойындайтын адамдар ғой. Өйткені 72 жылы осы физмат мектебінің бірінші түлектері шыққан. Мұна мені бірінші түлектеп отырғанына бұны салыстыраман нәрсе ғой бәрде. Бізден де бұрын мықтылар болған. Бізден де кейін болады. Қарасам, мен сол кезде 13 жасымда Алматыға келген екенмін. Бірінші троллейбусты көрген екенмін. Сол осында жүргенде Досым Мұқасанның әнін айтып үйрендік. Сол кезде Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жұрдай» дейтін кітабы шыққан. Сол кезде осында отырған біздің Нұрғайша апамыз біздің тәрбиеші болған, Райхан Нұрмашевна біздің тәрбиеші болған. Сол кісілер бізге Әзілхан Нұршайықовтың кітабын оқытпайтын. Сізге де оқытпады ма? Бұзылып кетесіңдер деп. Сосын біз оны сыртын қаптайтынбыз. Қаптаймыз, сыртына жазып қоямыз. Ландсберг, физика деп. Апайларымыз келіп сұрайды, не оқып отырсың дейді. Мінекей, физика оқып отырмыз дейміз. Осындай балдай тәтті балалық шақ қарасам, өз жерден алыс емес жерде өткен екен барлығы да. Мына жерде 3-ші мектеп интернат деген бар. Калинина 86 деген адресі болған баяғыда. Ол кезде интернет жоқ, хат жазамыз.
сол жерде біздің класстың 16 ұлы болды, 8 қызы болды. Қыздарымыз орысшаға жүйрік болды. Сосын городскойлар кеп тиістік бермеді оларға. Солармен төбелескен жеріміз бүгін Жамбыл көшесінің бойында, дәл сол жерде Герольд Бельгерге ескерткіш тұр екен. Кеше көрдім. Қисайып тұрған скамейка. Герольд ағамыздың өзі қаңырлау еді ғой. Бірінші қазақ болғанымен. Сонда ойлап қойдым. Апмай осының қасынан бір тақтадан бір жазылып қойса, хизмат деген осы жерден басталған деген. Өйткені біздің балалық шағымыз сөзлеп өтті. Енді хизмат несін мықты? Неге жұрттың барлық хизматтан бастайды әңгімені? Хизматтың 50 жылдығы тек қана мектептің мәртебесі емес, ол бүкіл Қазақстанның мәртебесі. Мен екі дәлел келтірейін. Осы отырған халықтың жартысы таксимен келді. Яндекс таксимен. Кім Яндексті құрған? Хизматтың екі түлігі. Илья Сагалович, Аркадий Волыш. Дүние жүзіндегі бірінші хакер кім? Хакер дегенді жұрт үркет. Хакердің қазақшасы қасқыр. Қасқырға өкпелеуге бола ма? Сен қойды көтін жей бересің деп. Қасқыр даланың санитары. Хакер компьютердің санитары. Бір есімді айтайын, ешкім білмейтін. Біліп жүріңіздер. Атаға әлемге жайылған бірінші баспасөзге шыққан, известия газетін шыққан бірінші хакер дүниедегі Мұрат Үртенбаев. Ол осы хизмат школдың түлегі. Өкінішке орай ерте қайтып кетті. Оны ешкім білмейді. Бірақ біліп жүріңіздер. Тағы бір мысал айтайын. Жоутыков олимпиадасы. Ол әлемдік деңгейдегі олимпиада. Ол республика деңгейден жоғары. Осы олимпиаданы жалғыз мектеп ұйымдастырады. Осында мектеп бар ма дүниеде? Жоқ. Мінекей сізге 2-3 мысал келтірдім. Оны жалғастыр десең жалғастыра берем. Ол кезде мынау әріптестерім ренжіп қалуы мүмкін. Шаршап. Шаршамай тұрғандарыңызда кішкене сөзімді былай қысқарта бастайын. Мен осы 50 жылдыққа көргеніме қатты қуаныштымын. Енді 100 жылдықты көре алмаспын. Бірақ 100-ден кейінде сандар бар ғой. Осында отырған халықтың жартысы онда көрер. Мен барлықтарыңызға бақыт тілеймін, шаттық тілеймін. Ұстаздарыңыз ұлағатты болсын. Балаларыңыз шапағатты болсын. Алатын асуларыңыз азаймасын. Жетін жеңістеріңіз биіктей берсін. 50 жылдық құтты болсын хизмат. Алға Қазақстан. Алға хизмат. Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Мерекелеріңіз құтты болсын, ағалар. Ағасы бардың, жағасы бар дейді, жол көрсеттіңіздер, арттарыңыздан бізде мектептер құрып келе жатырмыз. Бірақ інісі бардың, тынысы бар екенді ұмытып кетпеңіздер. Мектеп ұстазымен мықты. Мектеп шәкіртімен мықты. Мектеп түлектермен мықты. Бірақ мектеп сол мектепке сеніп алып келген, балаларын алып келген ата-аналармен мықты. Мен ең бірінші ата-аналарды құттықтағым келеді. Бұл мектеп балалардың болашағына жол ашқан мектеп. Бұл мектеп ата-ананың үмітін ақтаған мектеп. Бұл мектеп
қоғам менен мемлекеттің үмітін ақтаған мектеп. Бұл мектеп болашақта да осы жолынан таймайтынына мен сенемін. Сондықтан да көп сөзді ұзарта бермей, бұл мектепке бақ-береке тілеймін. Ата-аналарына бақ-береке тілеймін, шәкірттеріне бақ-береке тілеймін. Дәл мынандай алдарыңызда отырғандай қамқоршылық кеңесі мол бола берсін, автобустарды сыйлай берсін. Аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біздің еліміздің болашағы осы біздің балаларымыз, шәкірттеріміз. Біз балаларымызға жақсы білім беру арқылы ұстаздар мемлекетімізді дамытамыз. Балалар жақсы білім алу арқылы мемлекетімізді дамытасыздар. Сондықтан да Қазақстанымыз аман болсын. Алға Қазақстан! Рахмет. Құрметті Республикалық физика-математикалық мектебінің ұжымы, қымбатты Алмас Мұхамбетұлы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұжымы және өз атымнан сіздерді Жаутыков атындағы Республикалық физика-математика мектебінің 50 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Білікті басшы мен тәжірибелі ұжымның арқасында мектеп өз уақыттың ішінде еліміздің білім беру кеңістігінде өз орнын айқындады. Еліміздегі физика, математика саласы мамандарының ұстаханасы саналатын мектеп бүгінде жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізіп, заман талабына сай өркендеуде. Қазіргі уақытта республикалық мектеп халықаралық байланыстарын күшейтіп, білім сапасын арттырып, дамудың жаңа деңгейіне көтерілді. Мектеп оқушылары республикалық, халықаралық физика, математика олимпиадаларында жүлделі орындардан көрініп, елеулі табыстарға қол жеткізіп келеді. Жаутыков мектебінен қанат қаққан түлектер республикамызбен қатар шет мемлекеттердің жоғарғы оқу орындарында білім жетілдіріп, білікті мамандар қатарын толықтыруда. Қара шаңырақ Қазақ ұлттық университеті оқытушы профессорлар құрамы мен студенттер арасында да Жаутыков мектебінің түлектері бар екенін мақтанышпен айта аламын. 50 жылдық мерейлі асуды бағындырған бірегей мектептің абыройы биіктей берсін. Жаңа Қазақстанның білімді, әділетті жастарын қалыптастырып тәрбиелеудегі еңбектеріңіз табысты болсын. Мектеп ұжымына, оқушыларына мықты денсаулық, әр шаңыраққа береке, қызметтеріңізге табыс тілейміз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің басқарма төрағасы ректор Жансейіт Түймебаев. Физика-техникалық факультетінің ұжымының атынан да құттықтаймыз. Осындай мәтінде құтты болсын. Сізге біздің ұжымның атынан берген мынандай той құтты болсын. Рахмет. Рахмет баршаларыңызға, жылы лебіздеріңізге. Жасасын РФМШ, алға РФМШ, мереке құтты болсын. Не секрет, что успех учеников – это огромная заслуга учителя. Мы хотим выразить самые теплые слова благодарности учителям, которые посвятили свою жизнь великому делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения. Ұстаз болу ол үлкен абырой. Сахнаға мектеп мұғалімдерін шақырамыз. Олар өздері жайлы сағынышқа, махаббатқа, құрметке толы ән салмақ. Қабыл алыңыздар. Armanıma, o satmanın, örgünde köne
Мұғалімдерімізге қол соғып, қошемет көрсетейік. Молынан қошемет болсын. Жамишева Сәуле Абрашевна. Бисембаева Улмекен Зейнуллаевна. Аубакирова Гульнур Гаптувна. Джумадулаева Улдара Исиралиевна. Турагалдиева Шолпан Амреевна. Баймаханова Жанар Адамбаевна. Сингербаев Даурен Турарбаевич. Нақашыбекова Анар Турсумбековна. Абдигапарова Нурлыгүл Әділханқызы. Қырықбаева Гүлмира Жұмақожаевна. Алдарыңызда физматтың ең дарынды ұстаздары. Рахмет сіздерге, мереке құтты болсын. Что объединяет всех учеников физико-математической школы? Каждый ученик обретает здесь свою мечту, а трудолюбие и упорство становятся образом жизни. Олардың әрқайсысы осы мектепке жанның бір бөлшегін қалдыруға ынталы. Достар, дәл қазір біз 2015 жылға ауысамыз. Выпускники разлетелись, но память о том дне, как и о каждом выпускном, бережно хранится и по сей день. Түлектердің мектепке сыйға тартқан ән орындалады. Сегодня здесь, чтобы отметить выпускной. Пусть улыбки расцветают и летают над двором нашей милой доброй школы. Не забудем мы тебя, в твои крепкие объятия мы попали навсегда. И в косяк дверных вцепившись, не хотим мы покидать стены нашей мегашколы, что смогла нас воспитать. Чувство лидерства и знаний мы проявим сквозь года, что все то, что в нас вложило, не исчезнет никогда. Круто ты попал к нам в физмат. Ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал к нам в физмат. Ты звезда, давай народ удиви. К нам в физмат. Ты душа компании, математик еще тот. Показал все свои знания, что реально выйдет он. Перевел на язык чисел сокровенные мечты. Доказал всем, что достоин, что в физмате будешь ты. Страх, сомнений, все бывало, ты же человек. Ты пришел, на тебя смотрят целых 30 человек. Думал, что не приживешься, не найдешь общий язык. Минус 10 было сложно, а потом уже привык. Круто ты попал там в физмат. Ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал там в физмат. Ты звезда, давай народ удиви. К нам в физмат. День сегодня небывалый, у физмата юбилей. Полстолетия срок немалый, столько он собрал друзей. Ваша школа легендарна, это знают все в стране. У руля образования вы стоите столько лет. Это кузница успешных и талантливых людей. Инноваций и методик, смелых планов и идей. Чтя традиции и память, вы идете сквозь года. Для меня сегодня счастье поздравлять РФМШ. Круто ты попал к нам в физмат. Ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал к нам в физмат. Ты звезда, давай народ удиви. К нам в физмат. Туған күніңмен сүйікті РФМШ. Мерейтойың құтты болсын. Бірге. Бір күнде сөнбейтін жанымды тербейді үміт. Таңымды
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мадина Садвақасова. Шоу-балет «Виват». Азамат, ты знаешь, я думаю, что сегодня во Дворце Республики впервые такая высокая концентрация людей, которые любят точные науки. Согласен с тобой, Майя. И сейчас мы приглашаем на сцену ребят, в которых математический ум гармонично сочетается с любовью к искусству и философии. О, математика! В твой чудный мир вошел я робко, не зная бесчетных дорог твоих и троп. Шаг за шагом, ступень за ступенью ты мне тайны свои открывала. Но все твои тайны, кто познал, кто постиг, ведь в каждой открывшейся тайне тысячи неоткрытых. Но прояснилась мне истина иная. Суть в простоте, а простота в сути. С биномом Ньютона блуждал я, предах Фурье, притяжению двух масс, через квадрат расстояния девясь. Между притяжением кулоновых масс к квадрату расстояния и законом Ньютона всемирного тяготения уловил я схожесть. Парсеки, разбивая на миллиметры, превращающиеся в туманности звезд. Так макромиры изучал я через микромиры и наоборот. О, математика! Циркулем ног измерял твои тропы. Объять старался время твое. Чудесен, загадочен математика, язык твой. Язык числа, символов тайны для непосвященных. Ведь как представить беспредельность предела и квадратуру круга? И какая глубинная красота в этом представлении. Окутан тайной я математика. Случайности, закономерности, закономерные случайности. Ты доказываешь бесперспективность иной перспективы. Ты даешь перспективу иному ограничению. Ограниченность и бесконечность времени и пространства. Волшебство нуля, превращающее множество в ничто и ничто во множество. Фальшивость параллельного мира, вдох и выдох пространства. Непостоянство времени и постоянство абсолютной величины. Человек – факт. Он фундамент человечества. Вселенная души человеческой факториал. Соединив с бесконечностью души, человек превращает математику в прекрасные. В звуки, краски, стихи, храмы и другие творения. Из камня, кости, дерева, металла, стекла и воздуха, такие как сфинксы пирамиды Древнего Египта, колосс Родосский, камни острова Пасхи и Стоунхенджа, башня Эйфеля и Коктубе, Байтерек, пики готических храмов, языками огня рвущийся ввысь. О, математика! Царица всех наук! Қадірлі қонақтар, тағы да мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Мектептегі уақыт болып біздің өміріміздің ең бақытты сәттері. Достарымызбен, сыныптастарымызбен еш қамсыз, алаңсыз өмір сүретін уақыт шіркін. Ендеше сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жұбаныш Жексенұлы және Марат Имашев қарсы алыңыздар. Сағыныштың самалы тербетеді даланы, кетер емес кеудемнен балалықтың бал әні. Сезім сырын ақтарған көңіл аппақ ақ қардан, әуеніме тербейтін аяулы бір тәтті арман. Достар, достар, достар-ай, тағдырымыз қосқан-ай, арман күндер алысқа алып бізді қашқан-ай. Мөлдіреді-ау жанымыз, арайлы екен таңымыз, жұлдыздар
салған әніміз. Ақша бұлттар көктегі көңілімнің көктемі, өткен күндер елесі өмірімнің өткені. Жасқа тұнып жанарым, жастық шағым қарады, әнге бөлеп даланы, құстар қайтып барады. Достар, достар, достар-ай, тағдырымыз қосқан-ай, арман күндер алысқа алып бізді қашқан-ай. Мөлдір еді-ау жанымыз, арайлы екен таңымыз, жұлдыздарға жететін біздің салған әніміз. Достар, достар, достар-ай, тағдырымыз қосқан-ай, арман күндер алысқа алып бізді қашқан-ай. Мөлдір еді-ау жанымыз, арайлы екен таңымыз, жұлдыздарға жететін біздің салған әніміз. Мөлдір еді-ау жанымыз, арайлы екен таңымыз, жұлдыздарға жететін біздің салған әніміз. Мөлдір мышқы себілмеген сол бір күнді есіме салшы. Тамшы, 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 тамыңды тоқтатпа тамшы. Алыстағы аппақ сәуле мені темір есіңе алшы. Ажалың басылды жаңа, бейнеңді есіме сала. Өзілмес есімде ғана, емшідай үмітім ғана. Тамшы, 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 тамыңды тоқтатпа тамшы. Мөлдір мышық себелеген сол бір күнді есімде салшы. Тамшы, 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 тамыңды тоқтатпа тамшы. Алыстағы аппақ сәуле мені темір есіңе алшы. Мөлдір мышық себелеген сол бір күнді есімде салшы. Жүрегіңді
Тамшы тамуды тоқтатпа тамшы алыстағы аппақ сәулем мені темір есіңе алшы Тамшы тамуды тоқтатпа тамшы мөлдір мұршақ себелеген сол бір күнді есіме салшы Тамшы тамуды тоқтатпа тамшы алыстағы аппақ сәулем мені темір есіңе алшы Жұбаныш Жексенұлы. Физика-математикалық мектептің бүгінгі оқушыларына қарайтын болсақ, көз тояды. Бұл залда отырған оқушылар аға буын салып берген дара жолмен жүруге лайықты, жалынды жастар. Да, именно преемственность поколения, почитание традиций, передача опыта старшим и молодым являются одними из базовых ценностей физмата. Дәл қазір сахнаға ұрпақтар сабақтастығының айқын көрінісі болып табылатын. Физматта білім алған 3 ұрпақ, ерекше отбасы алдарыңызға шығады. Мы приглашаем на сцену династию семьи Абеновых. Встречайте! Дорогие друзья РФМШ, со славным юбилейным нашей альма-матер вас поздравляет семья династия Абеновых. Итак, дедушка Абенов Максут, РФМШ 73-77. Эти знали, кто есть. Так, сын мой, РФМШ 96-2000, Абенов Женис. И внук родной, РФМШ 2022, Абенов Арман. До сих пор сказано было очень много. Даже не знаю, что сказать, хочу добавить только одно. Когда я учился, РФМШ был брендом Казахской ССР. Когда учился мой сын, он был особым брендом независимого Казахстана. Теперь я уверен, после того, как мой одноклассник Максим Хайрушев говорил уже сегодня, наша школа станет особым брендом мира в их жизни. Спасибо вам. Выдающиеся заслуги выпускников школы перед страной мы приводим в пример как послание и наставление сегодняшним и будущим ученикам школы. Всегда стремиться к своей цели, никогда не сдаваться, трудиться и прославлять нашу страну и физмат во всем мире. Физмат. Өркенің өссін, өрсің кеңейсін, тек қана алға!
сенің сенімісің жасқанбай қарсы алып жарысты топтан озып келу үшін тұрғандай жанып оттай жаным жеңілгісіз бағалыс ба елімнің әсем көк байрағын желбіретіп адамызда алға таусылмасын қуатың шаршап талмай елің барда ұрын салып тұратын самға алға таусылмасын қуатың шаршап талмай елің барда ұрын салып тұратын самға таусылмасын қуатың шаршап талмай елің барда ұрын салып тұратын самға асқар арман асқар таудай талап тарлан бүршік жарған қиял қанат көкке самғай бүгін бізге есік ашқан іргелі мектебі жайқалдым көктедім үстер мен минустер таңертең сен өстер жастарын жайқанат білім нұрын шашқан біздің Физмат школа мечты школа судьбы Школа моей первой любви.
мереке құтты болсын. Қадірлі қонақтар, міне осымен біздің кешіміз өз мәресіне жетті. Аты аңызға айналған қара шаңырақ физматты тағы бір мәрте шын жүректен мерейтоймен құттықтаймыз. Бүгінгі қуаныш бізбен бірге ортасына келген барша қатысушыларға мың алғыс білдіреміз. Физматтан қанат қаққан түлектер әрқашан биіктен көріне берсін. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, жаңа жетістіктер тілейміз. Барлық бастамаларыңыз сәтті болғай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жасасын физмат!